Сәуле Жанпейісова, дәстүрлі әнші, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, халық әндерін нақышына келтіріп шырқап, қазақ өнерін әлемге насихаттап жүрген дарабоз әнші. Соңынан шәкірт ертіп, жастарда ұлттық мұраны дәріптеуге баулыған ұлағатты ұстаз. Қазақ ән өнері мектепке бөлінеді. Арқаның мектебі дейміз, Батыстың, Жетісудың мектебі деп айтамыз. Бұлардың бір-бірінен айырмашылығы қандай, ұқсас тұстары қандай? Біздің қазақтың мысалы кең даласы бір-біріне қатынау қиын болғандықтан да болар деп ойлаймын. Сонымен бірге енді аймақтық ерекшеліктерге байланысты әншілік мектептер қалыптасты ғой. Мысалы Батыстың әншілік мектебін қолына алып домбыраны қағып кеткен кезде батыстықтар бірден өзінің әні екенін тани қояды. Біздің басқа өңірдегілер де солай. Ол жарқын дыбыстардан тұрады көбінесе. Сосын кейін темперамент дейді ғой бізде, характер. Мына әнде бір жауынгерлік рух бар. Себебі бұл өңірдің өзі көбінесе мына шет жатқаннан кейін, желдің өтінде, елдің шетінде жатқаннан кейін бұл жақтан негізінен жауынгерлік кезінде жыраулық дәстүр болды. Асан Қайғыдан басталған бер жағындағы Қазтуған, Шалкиіз, Доспанбеттер бәрі олардың батыр жауынгер жыраулар болды ғой. Мінекей сол кейіннен әншілікке де ұласты. Ал енді Арқа әншілік мектебі дейміз, мынау қазақтың кең даласы Сарыарқа. Бұл жақтағы әншілер көбінесе шырқатып айтқанды, әнді төгілдіріп, үзілтіп айтқанды, әсіресе мынау лирикалық дүниелерді сезімменен жеткізіп жаңағы сөйтіп жатады. Ал Жетісу өңіріндегі әншілік мектепті Ильяс Жансүгіровтің бір сөзі бар. Әр жақтың бұл мына табиғатына да байланысты деп. Мысалы дейді, біздің жақ көбінесе таулы келеді де, әнді айтқан кезде ха деп айтсаң, ол таудан өзіңе қайтып келеді дейді. Арқада тау жоқ қой. Сондықтан ол дала кете береді дауысыңыз алысқа дейді. Сондықтан неғұрлым Арқаның әншілеріндегі бір ерекшелік, бұл дауысты созып, кульминациясын неғұрлым ұзағырақ ұстап солай тұрады. Жетісу әндерінде, бұл Жетісу әндерінің шоқ етпе келетіні, қысқа қайырымды болатыны осы табиғатына да байланысты дейді. Және де бұның тағы бір ерекшелік бар бұл жерде. Айналасындағы қоршаған көршілес елдерге де байланысты. Мысалы үшін Шымкенттік әндерді қарасаңыз, оңтүстік Қазақстанның әндерінде көбінесе мысалы мына өзбек халқының иірімдері жүреді. Ал енді біздің Жамбыл өңірінде қарасаңыз, Алматы өңірі, бұларда көбінесе қырғыз әндерінің бір элементтері көрініп тұрады. Сондықтан бұл да бар. Орындаушылыққа байланысты өзгеретін әндер болады. Мысалы, қазақтың халық әні Япырай. Бұл ән Япырым дейтін ән. Александр Затаевичтің қазақ халқының 1000 әні кітабында екі жерде беріледі. Ол кісінің бір керемет жасап кеткен дүниесі аймақ-аймақпенен бөліп жасаған ғой, әндерді жинақтаған кезде. Мысалы үшін Орынбор уезі дейді, Адай уезі дейді, Ақтөбе, Оралдың өзі бірнешеге бөлініп жатады. Сонда бұл кісі осы Батыс Қазақстан өңірінен екі кісіден осы Япырайды жазып алғанда, Япырым деп жазылған. Пір деген сөзден алынған ғой. Кейіннен енді мына кеңес дәуірінде бұл өзгеріп кетті де, Япырай болып өзгерді. Ал енді осы Япырай дейтін ән, бұл Батыстың әні. Егер де сіз оны батысшалап айтатын болсаңыз, ол кішкене, мысалы, бір асқақтық бар. Бұнда да жаңағыда айтқан рух бар. Мен орындап көрейін.
Ал енді бұны дәл осы жерде, яғни осы сағада сізге бұл әнді орындау арқаша, ол қиын. Бұл кезде біз бұны өзгертеміз. Яғни бұның домбырадағы мына регистр өзгереді. Көрдіңіз ба? Тамаша. Әннің мінезі өзгеріп кетті. Бұл енді қазақтың бір өзіне тән бір мінез ерекшеліктері деп айтсақ болады. Біз дәл қазір әңгімемізді сәл үзе тұрсақ, өзіңіз туралы дайындаған шағын ғана материалымыз бар еді. Соған назар аударайық. Өмірі өнермен өрілген. Бұл сипаттаманы Сәуле Жампейісоваға қаратып айтуға әбден болады. Жастайынан өнерге жақын болып өскен ол 1983 жылы эстрада студиясына оқуға түсіп, Ғарифолла Құрманғалиевтің классында білім алады. Ұлағатты ұстаздың соңғы шәкірттерінің бірі. Еңбек жолын Қазақ концерт мекемесінен бастайды. Сәуле Жампейісова Жамбыл облысының тумасы болғанымен, ол көбіне көп Батыс өңірінің әндерін орындайды. Сәуле Жампейісова бұл біздің қоғамдағы өзіндік ерекшелігі бар. Ешкімге ұқсамайтын қолтаңбасы бар ғажап әнші. Біздер қыздардың дәстүрлі ән өнеріндегі жүрген аруларымыздың эталоны деп айтсақ болады. Сәуле бұл өзінің сабырлығымен, өзінің ақылымен, білімділігіменен өз орнын өзі жасап жүрген әнші. 2016 жылы әуелі Алматыда, кейін Нұрсұлтан қаласында Сәуле Жампейісованың өнер орталығы ашылды. Бұл жерде өскелең ұрпақ музыкалық білім алады. Дәстүрлі әннен бастап күй тартуға дейін үйренеді. Сонымен қатар, орталықтың ұйымдастыруымен жыл сайын балалар байқауы өтіп тұрады. Жас таланттар домбырамен ән айтып, күй тартысқа түседі. Осылайша, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Сәуле Жампейісова балаларды ұлттық өнерге баулып келеді. Ата-аналары балаларын дәстүрге жақын болсын, өзінің төл өнерін ұмытпасын деп алып келеді. Біреу күй тартсын, біреу қазақша ән айтсын деп алып келіп жатады. Мұндағы біздің кішкене айырмашылығымыз басқа мектептерге қарағандағы. Тек қана кішкентай балалар емес, олармен қоса ересектер де келеді, үлкен кісілер. Айтылмай жүрген, тіпті ұмытылып кеткен қанша әндер бар. Сіз солардың нешеуін білесіз? Александр Затаевичтің 1000 әнінің ішінде оның 700-дей әні айтылмайды. Айтылмай кетті бұл әндер. Сол әндерді біз қайтадан қарауымыз керек. Мысалы, біз қалай? Мысалы, мен Ғарифолла Құрманғалиевтің шәкіртімін. Ол кісі маған не үйретті? Мен сол кісінің репертуарын алдым. Ғарифолла Құрманғалиев орындамаған қаншама әндер қалып қойды. Мінекей осы дүниелерді біз шығарғымыз керек. Мысалы, мен өзім мұхит әндерінен сүйекті әндер әрине көп. Бұлай қарасаңыз, ол бір 100-деген ән жоқ. Мысалы, мұхитта мен өзім жинақтап шығарған дискімде не бәрі 23 ән жинақтадым. Не бәрі 23 ән. Бірақ оның әрқайсысын бүйтіп алып қарайтын болсаңыз, бір үлкен айдай, бір кіші айдай, бір көк айдай, бір айнам көз, бір паң көйлектің өзі мысалы не тұрады. Көрдіңіз бе? Сондықтан ол бізге бір үлкен көп дүние сияқты болып көрінеді. Иә, оның сыртында қаншама әндер қалып қойды. Бір мұхиттың өзіне. Мысалы, Ғарекең орындамаған әндер мен Александр Затаевич, сосын Борис Ерзаковичтан алдым. Бұл жерде Ерзаковичтің қазақ халқының әндері дейтін тамаша антологиялық жинағы бар. Соның ішінен орындалмаған, жаңа біздің ұстазымыз
біздің алдымыздағы әншілер орындамаған. Қоқыш, қилаш, жайма қоңыр дейтін әннің тағы бір түрлері бар. Сондай дүниелерді мен нота бойынша шығардым. Көкжар дейтін әнді. Бұл әндер ұмытылып бара жатқан әндер еді. Тіпті кезінде бұл әнді білесіз бе дейтін хабар жүргіздім. Сол хабарды жүргізу барысында Ақжайық әнінің авторлығына байланысты дүние айтылды, әңгімелер айтылды. Сонда біз көбінесе оны Нұрғиса Тілендиевтің әні деп келдік. Енді бірі бұл батыстың халық әні деп келді. Енді бірі бұл Жетісудың ақыны Пішәннің әні деген сияқты түрлі көзқарастар болды. Біз соны бір ортаға жиып, жаңағы халық әні деп жүрген, Нұрғисаның әні деп жүрген, Пішәннің әні деп жүрген адамның бәрін бірге жинап, біз ортадан осы әнді жақсылап, зерттеп, жан-жақты ізденіспенен талдадық. Нақты тоқетері сонымен? Нақты тоқетері бұл батыс қазақтарының халық әні болып шықты. Себебі Қыз жібек фильміне алып келген, сол батыстан Башқұртстанға көшіп кеткен қазақтардың орындаған әні Туған елім деген. Мінекей, сол орындаған кісіні тауып, Қыз жібек фильміндегі айтқан, соның өзінің бұрынғы нұсқасын, кейінгі сөзі Қадыр Мырзалиев жазды ғой. Оған Нұрғиса Тілендиев айтқан, мынаған жаңа ән жаз деп, сөз жаз деп. Сол сөзді жазып, жаңа сөзбенен оны алғаш орындаған Қайрат Байбосын. Қазір қай жерге бармайын, мысалы, менің орындауымда Ақжайықты сұрайды. Сол әнді айтып арқылы, кеше тіпті Түркия қазақтарының ішінде, Германияға барған кезімде де осы әнді сұрап жатыр. Ақжайықты айтыңызшы дейді, көрдіңіз ба? Біз де сізден үзінді сұраймыз осы әннен. Жақсы. Көп болды жасарудың демін жұтып, құрбымен қосылып ән салмағалы. Аққулы мекен, көкжау мекен, мен сені сағындым ғой Ақжайығым. Егер мойындайтын болсаңыз, бұдан сіздің бағаңыз кеміп қалмайды деп ойлаймын. Халық әндерінің ішінен қайсын орындауға жүрек түсінесіз? Қайсына шамам келмейді-ау деп ойлайсыз? Қайсынан қорқа соғасыз? Расын айтыңызшы. Мен мына концерттер беріп жүрем ғой. Жеке шығармашылық кештерімменен елді көп аралаймын халықтың ортасында. Сонда жеке концерт бұл бір адамның бір нағыз бір қанатын кең жаятын кезеңі да. Мен өзім жақсы көрем халыққа біраз әндерді айтқаннан кейін, бір 3-4 ән айтқаннан кейін, ал не айтайын деп сұраймын. Сосын ел айта бастайды. Әртүрлі сұрайды. Біреу жаңағы өздерінің батысқа барсаңыз, батыстың халқы енді әрине бірденен халық әндері батыстың әндерінен сұрайды. Сол кезде дәл төбесінен түсіп кейде айнам көз деп қалады. Әрине мұхиттың әндері бұл оңай емес. Кез келген әнші бұл әнді бірденен ойына салып, көзін аша салып айта алмайды. Тіпті жылдар бойы консерваторияны 5 жыл, 7 жыл оқып бітіріп, айнам көзді айта алмайтын әнші көп. Мен соған таң қалам. Бұл өте қиын. Бұл әннің енді диапазоны үлкен. Айнам көз бұл бір жүректен шыққан, бір енді жылы дүние да, бірақ бұның ішінде бір кереғарлықтар да бар. Оны жай ғана айта салуға болады. Салмасам айнам көзге, ахау ән болмайды деп айта салуға болады. Бірақ бұның ішкі дүниесі ашылмайды да. Айнам көз қазақ әнінің эвересті дейді. Сондықтан ал айнам көз деген кезде мен айтам, ойпыр-ай, ол қызға
Қатимолла ағамыз айтады екен, ол қызға баруым үшін кемінде 1 ай дайындалуым керек деп. Сол айтқандай, сіздер де мені салған жерден тамағымнан алдыңыздар ғой. Кішкене оған бару үшін мен бір жағалатып келуім керек қой. Мұхитқа бару үшін жылғалардан, өзендерден, көлдерден, теңіздерден өтіп барып мұхитқа түспеушім еді. Сондықтан кішкене біраз қызынып алайын, сосын кейін айтамын деймін. Шынында да бірденен ала салып, ал айнам көз десе, ол өте әншіге қиын. Мына әншінің физиологиялық ерекшеліктері болады. Және де оған дайындық жасау керек әнге. Әнші өз дәрежесінде орындау үшін оған барынша дайындықпен келу керек. Ал қазір орындауға дайынсыз ба? Қазір енді мен сізге барынша шамамның жеткенше бір шумағын орындап берейін. Бәрекелді. Өзіңіз білесіз, қазақта аманат деген сөз бар. Ұстаздарыңыздың аманатын орындай алдым деп ойлайсыз ба? Аманат, аманатқа қылма қиянат дейді қазақ атамыз. Бұл өте ауыр сөз. Бұл енді бір ғана адамға аманат болмайды. Бұл атадан балаға, ұстаздан шәкіртке десек те, бұл аманат біздің халыққа аманат. Дәуірден дәуірге, ғасырдан ғасырға бұл аманат болып өтіп отырады. Ұрпақтан ұрпаққа өтіп отырады. Ал енді тікелей менің өзімнің ұстазыма келетін болсам, әрине мен Ғарифолла ұстазымның аманатын орындадым. Ол кісі де айтады ғой, орындадым шайхының аманатын дейді, өзінің ұстазы. Сол сияқты мен де, Құдайға шүкір, Ғарифолла ұстазымның аманатын орындадым. Қазір өзімнен кейін қаншама шәкірттер тәрбиеледім. Осы әнді халыққа жеткізіп жүрмін. Шамамның жеткенше қазақтың дәстүрлі әні деп жанымды жалдап қаншама жерде концерттерімді беріп жүрмін. Енді бұл оңай дүние емес. Оны бір күнде жасай алмайсыз, бір жылда жасай алмайсыз. Оған сіз өміріңізді арнауыңыз керек. Мен өнерге өмірімді арнаған адаммын. Сондықтан да мен ойлаймын, ұстаздың аманатын өз өмірімменен арқалап, осы бір үлкен борышты алғаннан кейін соны орындап келе жатқан адаммын деп есептейміз. Әрбір әннің тарихы бар. Бірақ ол тарихты енді кәнігі маман болмаса көпшілік біле бермейді. Сіз қай әннің тарихын жақсы білесіз? Енді шамамыздың жеткенше барлық әнді енді ұстаз болғаннан кейін тарихыменен бірге айтуға, тіпті халықтың алдында орындаған кезде де уақыттың жетуіне қарай біз әннің тарихын айтып отырамыз. Мысал үшін Кіші айдай дейтін ән бар мұхитта. Бұл
қарасаңыз үлкен айдай да бар, көк айдай да бар. Айдай дегенде әні бар. Бұлар бір-бірінен айырмасы үлкен. Үлкен айдай үлкен, атына заты сай бір философиялық ән, ол мұхиттың мен деген автопортреті. Үлкен айдай. Кіші айдай, оның тарихы өте ауыр. Ертеде байдың қызына жылқышы жігіт ғашық болып, қыз да оны ұнатып, әдеттен де атастырып қояды ғой қазақ қыздарын ол кезде. Соған қарамастан әлгі жылқышы жігітпенен байдың қызы қашып шығады ғой. Сосын артынан қуғыншы түсіп, оларды тауып, әлгі жігіттің мойнына бұғалық салып, аттан сүрген кезде, әлгі жігіт сол жерде жан тәсілім етеді. Сонда өзінің сүйгенімен бірге, мына енді маған мына өмірдің не мәні қалды? Көрдіңіз бе махаббаттың қандай кереметтігі? Әлгі жерде өзінің сүйген жігітінің өліп жатқан жеріне келіп, қыз да өзіне қанжар салып жігітімен бірге қайтыс болады. Бұндай әндер тарихы бар, өте көп. Әмірхан дейтін әннің тарихы өте үлкен. Қазақ қызының басындағы ауыр жағдай кезіндегі. Соқыр қыздың әні дейміз. Не болмаса Ахан серінің Ақтоқтының аужары, Ақтоқтының зары, қазақ қыздарының басындағы жағдайлар бұның барлығы. Сондықтан әннің тарихы деген бұл өте үлкен дүние. Оған дендеп кіруіміз керек. Бұл әлі толық зерттелді деп айтуға болмайды. Әрбір әнді шіркін тарихымен бірге жүйелейтін болсақ, ол тіпті бір тамаша дүние болар еді. Ұлттық әннің, қазақ әннің элементтері қосылған әндер қазіргі кезде көп жазылып жатыр ма? Біз дәстүрді үзіп алмауымыз керек. Дәстүр жалғастығы бар бүгінде. Әсіресе қазақтың кешегі жалы биік әндерін, яғни керемет ұлы ақын, композитор, әншілеріміздің деңгейінде шығарып жатқан әндер де баршылық. Солардың қатарында, мысал үшін, Ақселеу Сейдімбековтің 2 әні бар. Дәуренай мен Сарыарқа дейтін әндері. Не болмаса, өмірден өтіп кетсе де, Тұрсынғазы Рахым дейтін ағамыздың қандай керемет әндері. Осы дәстүрде шығып жүрген бүгінгі жастардың арасында да, менің өзімде де, мысалы, 40-қа жуық әнім бар. Бұл әндерді әрине таза бұрынғы ескі сарын деп айтуға келмейді, бірақ сол дәстүрден қол үзбей келе жатқан, сол тамырын үзбеген әндер деп айтсақ болады. Бүгінгі күндері халық әндері қайта қаралып, тиянақты, толық зерттеліп болды деп айта аламыз ба? Зерттелу үстінде. Бұл еш уақытта меніңше бітпейтін тақырып. Бұл әлі жылдар бойы, ғасырлар бойы зерттелетін тақырып деп ойлаймын. Себебі ән халықпен бірге жасай беретін, ол еш уақытта бітпейтін, өлмейтін мәңгілік мұра. Бұл әрине өзіміздің мынау тәуелсіз елімізде, өз отанымыздағы өмір сүріп жатқан халқымызда ғана емес, бұл біздің тарыдай шашылған жер бетіндегі қазақ дейтін халықтың бойындағы, қанындағы бар дүние. Қай жерге бармайын, қай бір шетелге шықпайын, қандай уақытта да халқымыздың жүрегінде, көзінде, осы бір санасында қазақтың халық әндері жаңғырып тұрады. Мен соны байқадым. Міне соңғы барып келген Европа елдеріндегі, Түркиядағы қазақтардың жүрегінде, көзінде қазақтың осы бір ғасырлардың тұңғиығынан келе жатқан бір әуен, тылсым ән солардың көзінде көрінді, жүрегінен көрінді. Сондықтан да бұл ән өлмейтін дүние. Бұл біздің халықпен бірге жасайтын мұрамыз. Жақсы, бізге уақытыңызды бөліп сұхбат бергеніңізге үлкен алғыс айтамыз. Алдағы жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Рахмет.